10 қатардың соңына келдік. 5 үлпілдік шалуды тоқып аламыз. Ары қарай келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне бірінші екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 3 үлпілдік шалу. Ары қарай 4 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Кластердің екі столбегін тап осы бірінші арканың ішіне тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик және қалған үшінші және төртінші столбиктарын келесі арканың ішіне тоқимыз. Үшінші столбик және төртінші столбик. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай бір үлпілдік шалу. Содан соң келесі кластердің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 15-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдік шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Ары қарай 5 үлпілдік шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 3 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдік шалу. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдік шалу. Келесі арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі аркаға жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. Екі кластердің ортасындағы арканың ішіне алдымен бірінші кластер тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне тағы да үшінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Одан соң келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне кластерлар тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне келесі екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне кластердің ортасындағы тағы да 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластерді тоқып аламыз. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Қатардың соңына дейін тап осылай тоқып аяқтаймыз.
11-ші қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3. Бұдан соң бастапқы бірінші арканың ішіне, бірінші кластердің қасына екінші кластерді тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Бір үлпілдек шалу. Бір жыбыраймыз, бірінші кластердің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бұл бізде ары қарай 12-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Содан соң тап осы төмендегі арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Содан соң келесі екі кластердің ортасындағы, төменде екі кластердің ортасындағы бірінші арканың ішіне алдымен бірінші кластерді тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне қасына екінші 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Ырғақты 3 шып, барлығын бір жіктен өткіземіз. Одан кейін 5 үлпілдек шалу тоқимыз. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да 2 кластер тоқимыз. 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын 2 кластер тоқимыз. Араларында 3 үлпілдек шалудан. Бес үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай келесі төмендегі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да жай шалудан тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу 3 үлпілдек. Екінші жай шалу 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек. Тап осы арканың ішіне 2 бір бос шып қосылған шалудан тұратын екінші кластерді тоқимыз. Одан соң 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тап осылай тоқып аламыз. 2 кластер тоқимыз. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне тағы да екінші кластер тоқимыз.
Тап осылай қатарының соңына дейін тоқып аяқтаймыз. 12-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң бастапқы ең бірінші кластердің қасына екінші кластерді тоқимыз. Екі бір бос қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Ырғақты 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, столбик тоқып аламыз. 13-ші қатарды алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Содан соң тап осы төмендегі арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Содан соң келесі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі арканың ішіне тағы да жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі аркаға да жай шалу тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне алдымен екі бір бос қосылған шалудан тұратын бірінші кластерді тоқып аламыз. 3 үлпілдек. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші екі бір бос қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне алдымен бірінші бір бос қосылған шалу тоқимыз. Содан соң 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос қосылған шалуды тоқимыз. 2 столбик болады. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да екі кластер тоқимыз. 2 бір бос қосылған шалудан тұратын екі кластер. Ортасында 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші кластер. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу. 3 үлпілдек шалу. Келесі аркаға жай шалу. 3 үлпілдек шалу. Келесі аркаға жай шалу. Одан соң 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да екі кластердің ортасындағы арканың ішіне кластер тоқимыз. Бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. 2 бір бос қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Одан соң 7 үлпілдек шалу тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7.
келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да бірінші кластерді оқимыз. Үш үлпілдек шалу. Содан соң екінші кластерді оқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін тоқып аламыз. 13-ші қатардың соңына келдік. Жеті үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бірінші кластердің қасына тағы да бір кластерді оқимыз. Кластердің бірінші столбигі бір жіп аламыз. Екінші столбигі. Ырғақта 3 жіп бар, барлығын бір жіптен өткіземіз. Бір үлпілдек шалу. Содан соң бір жіп ораймыз. Қатарды бекітеміз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, алдымен екі жіптен, содан соң тағы да екі жіптен өткіземіз. 14-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Содан соң тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 3 үлпілдек шалудан тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі екінші арканың ішіне де жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек. 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да екі кластер тоқимыз. 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. 3 үлпілдек. Тап осы арканың ішіне тағы да екінші кластер тоқып аламыз. Содан соң 5 үлпілдек шалу. Төмендегі 5 үлпілдектен тұратын арканың ортасына бір столбик тоқимыз, бір бос жіп қосылған. 2 үлпілдек шалу. Тап осы төмендегі үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі 2 үлпілдектен тұратын арканың ішіне де алдымен бірінші столбик тоқимыз, бір бос жіп қосылған. 2 үлпілдек шалу. Содан соң екінші столбик бір бос жіп қосылған шалудан тұрады. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Төмендегі 5 үлпілдектің ортасына алдымен бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқып аламыз. Содан соң 2 үлпілдек шалу, тағы да тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. Содан соң 5 үлпілдек шалу тоқыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Екі кластердің ортасындағы арканың ішіне екі кластер тоқимыз. 3 үлпілдек. Содан соң екінші кластерді тоқимыз. 5 үлпілдек шалу.
үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалуды оқимыз. Үш үлпілдек, тағы да келесі арканың ішіне үш үлпілдектен тұратын жай шалуды оқимыз. Бес үлпілдек шалу, келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне екі кластерді оқимыз, араларында үш үлпілдек шалу болады. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. Bir, 2, 3, 4, 5. Bir жып ораймыз. Төмендегі арканың ортасына бірінші столбикті оқимыз. Bir бос жіп қосылған. Екі үлпілдек шалу, тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі кластердің ішіне тағы да екі кластерді оқимыз. Ортасында үш үлпілдек шалу болады. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне кластерді оқимыз. 14-ші қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 14-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалуды тоқып аламыз. Содан соң ең бірінші тұрған кластердің қасына екінші кластерді тоқимыз. 2, бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. Ырғақта 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Қатарды бекітеміз. Bir үлпілдек шалу, бір жып ораймыз. Кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, столбик тоқып аламыз. 15-ші қатарды бастаймыз. Алдымен үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне бірінші кластер тоқимыз алдымен. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластерді тоқимыз. 2, бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. 1, 2, 3, 4, 5 үлпілдек шалу. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне ортасына бірінші столбик тоқимыз. Бір бос жіп қосылған. 2 үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек. 3, 4, 5. Келесі арканы қалдырамыз. 2 үлпілдектен тұратын. Ары қарай. Одан кейінгі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да столбик тоқимыз. Бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу, тап осы
үлпілдектің ішіне тағы да бір столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі арканы қалдырамыз. Одан кейінгі арканың ортасына тағы да столбиктар тоқимыз. Бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек. Бір жіп ораймыз. Келесі арканы қалдырып, одан кейінгі арканың ішіне, ортасына тағы да бірінші столбик, 2 үлпілдек. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші столбикті тоқимыз. Бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктар. 5 үлпілдек. 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне алдымен бірінші кластер тоқып аламыз. 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын бірінші кластер. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Содан соң төмендегі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да 2 кластер тоқимыз. 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын 2 кластер, орталарында 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. 5 үлпілдек. Төмендегі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 столбик тоқимыз. Орталарында 2 үлпілдек шалудан. Тап осы үлпілдекке екінші столбик. 5 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне, ортасына алдымен бірінші столбик, бір бос жіп қосылған, 2 үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да 2 кластер тоқимыз. Бұл бізде бірінші кластер. 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын 2 үлпілдек шалу. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Қатардың соңына дейін тап осылай тоқып аяқтаймыз. 15-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5. Төмендегі арканың ішіне бірінші кластер тоқылып тұр. Ары қарай екінші кластер тоқимыз. 2 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Бір үлпілдек шалу. Содан соң келесі бірінші кластердің ішіне қатарды бекітеміз. Бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 16-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. Бір бос жіп қосылған шалудан тұратын екінші столбигі. Ары қарай келесі 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да 2 кластер тоқимыз.
екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын екі кластер ырғақты үш жіп. Барлығын бір жіктен өткіземіз. Үш үлпілдек шалу 1, 2, 3. Тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. Екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын екінші кластер. Бес үлпілдек шалу 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арканың ішіне 5 үлпілдектен тұратын алдымен бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бірінші столбик. Екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдек шалудың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бес үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне 5 үлпілдектен тұратын тағы да екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Орталарына екі үлпілдек шалу тоқимыз. Екінші бір бос шып қосылған шалу. 5 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Араларында екі үлпілдек шалу. 5 үлпілдек. Келесі арканың ішіне тағы да тап солай тоқимыз. Бірінші столбик бір бос шып қосылған екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арканың ішіне де бір бос шып қосылған бірінші столбик, екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да екі кластер тоқимыз. Екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерлар тоқимыз. Ортасында үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Тап осы арканың ішіне екінші екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Ары қарай келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тағы да екі кластер тоқимыз. Бірінші кластер екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын үш үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші кластер тоқимыз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3, 4, 5. Содан соң келесі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне екі столбик тоқимыз. Бір бос шып қосылған бірінші столбик, екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек. Келесі арканың ішіне қайталап тоқимыз тап осылай. Бірінші столбик, бір бос шып қосылған екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек. 2, 3, 4, 5. Келесі арканың ішіне тағы да екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Орталарында екі үлпілдек шалу. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалу. 3, 4, 5. 5 үлпілдек шалу. Одан кейін екі кластердің ортасындағы арканың ішіне екі кластер тоқимыз. Араларына үш үлпілдек шалу тоқимыз. Бірінші кластер, үш үлпілдек. Тап осы арканың ішіне екінші екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын кластерді тоқимыз. Тап осылай алтыншы қатардың соңына дейін тоқып шығамыз.
16 қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалуды тоқып аламыз. Содан соң төмендегі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне бірінші кластердің қасына екінші кластерді тоқимыз. Бір үлпілдек шалу. Бірінші кластердің ішіне қатарды бекітеміз. 17-ші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Содан соң 4 бір бос қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Кластердің екі столбегін бірінші арканың ішіне тоқимыз. Төмендегі тап осы арканың ішіне кластердің екінші столбегін тоқимыз. Екі жіп қалдырамыз. Және қалған екі столбегін келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тоқимыз. Үшінші столбек және төртінші столбек ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. 5 үлпілдек шалу. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 2 үлпілдек. Тап осы үлпілдектің ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Столбик. 5 үлпілдек. Келесі арканың ішіне тағы да екі бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Ортасында 2 үлпілдек шалу. Екінші бір бос жіп қосылған шалу. 5 үлпілдек. 3 4 5. Келесі арканың ішіне бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне екінші столбик, 5 үлпілдек. Келесі арканың ішіне де бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу, тап осы үлпілдек шалудың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Бұл бізде арка. Келесі арканың ортасына бір бос жіп қосылған шалу, 2 үлпілдек. Тағы да тап осы жерге екінші столбикті тоқимыз, бір бос жіп қосылған шалудан тұратын. 5 үлпілдек шалу. 1 2 3 4 5. Келесі тағы да арканың ішіне ортасына бірінші столбик, бір бос жіп қосылған 2 үлпілдек шалу. Тап осы төмендегі үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Одан соң 5 үлпілдек. 3 4 5. Келесі екі кластердің ортасындағы арканың ішіне 4 бір бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Екі столбегін бірінші арканың ішіне тоқимыз. Қалған екі столбекті екінші екі кластердің ортасындағы арканың ішіне тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне тағы да екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу, тап осы төмендегі үлпілдектің ішіне екінші столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 3 4 5. Келесі арканың ішіне де екі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Араларына 2 үлпілдек шалу қалдырамыз. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 1 2 3 4 5. Келесі арканың ішіне тап солай тоқимыз. Тағы да келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу, 2 үлпілдек. Тап осы үлпілдектің ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 17-ші қатардың соңына дейін тап осы аяғына бір тоқып шығамыз. 17-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1 2 3 4 5. Қатарды бекітеміз. Бірінші кластердің ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. 18-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз.
Содан соң келесі 5 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне алдымен 3 жай шалу тоқып аламыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, үшінші жай шалу. Содан соң 3 үлпілдіктен тұратын пико тоқимыз. Тап осы арканың ішіне қалған 2 жай шалу тоқимыз. Барлығы 5 жай шалу болады. Келесі 2 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне 2 жай шалу тоқимыз. Келесі 5 үлпілдіктен тұратын арканың ішіне алдымен 3 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу, 2, 3. Одан соң 3 үлпілдіктен тұратын пико тоқып аламыз. Тап осы арканың ішіне қалған 2 жай шалуды тоқимыз. Келесі арканың ішіне 2 жай шалу тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 3 жай шалу 5 үлпілдіктің ішіне 3 үлпілдіктен тұратын пико тоқып аламыз. Және тап осы арканың ішіне қалған 2 жай шалуды тоқимыз. 18-ші қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Барлығын тоқып болған соң қатарды бекітетін боламыз.